Сәлеметсіздер ме? Бұл сіздермен тағы да Фарида. Біз бүгін осындай кішкентай жүрекше тоқып үйренеміз. Бұны жемпірге, не болмаса жаңағы этикеткаға іліп қоюға болады. Осындай қалған жіптермен тоқып үйренеміз. Ол үшін біз мына жіпті алайық. Крючок керек бізге. Менде қазір 3 мм крючок. Ол любой крючокпен тоқуға болады. Енді чересчур толстый жіп болса, егер қалың жіп болса, 2 қабатталған, 3 қабатталған, онда қалың крючокпен тоқсаңыздар болады. Ал осындай жіпті мынандай 3-тік, не болмаса 2-де 5-тік крючокпен тоқуға болады. Енді бастаймыз. Жіптің басын осылайдан орап аласыздар. Енді осы жерден крючокты кіргізіп, мына жіпті іліп аламыз. Бізде осындай кольцо пайда болды. Енді осы кольцодан 2 воздушный петля жоғары көтереміз. 1, 2. Енді біз 3 накидпен петля тоқимыз. Іліп алдық. Бізде крючогымызда 3. 1 және 2. Келесі іліп алдық. Крючогымызда 3 тұр ғой. 1 және 2. Іліп алдық. 1. Бұл бізде накидпен деп аталады. Келесі полустолбик тоқимыз. Іліп аламыз. Крючокты біз 3 ғой, 3-сін бірге тоқимыз. Үшеусін бірге тоқимыз. Келесі тағы да тоқимыз. 2-ші. Және соңғы 3-ші. 3 жіпті бірге қосып іліп аласыздар. Енді қайтадан накидпен бірге тоқимыз. 1, 2. Бізде жүрекшеміздің бір жағы пайда болды. Енді дәл осы 2-ші шетін біз керісінше тоқимыз. Мына жерден былай қарай, жоғары қарай. Ол үшін біз 3 полустолбик тоқимыз. Крючокқа іліп алдым. 1, 2. Және де 3. Енді қайтадан накидпен 3 столбик тоқимыз. Іліп аламыз. Крючогымызда 3 ғой. Бірінші 1-сін, сосын 2-сін жібереміз. 1-сін және 2-сін. 3-ші столбик. Мына 2-ші жіпті тартсаңыздар, ортасы жиырылады. Енді бізде мына басында біз 2 столбик жоғары көтергенбіз. Сол сияқты бұл жерде де 2 столбикті жоғары көтереміз. Және ортаңғы тесіктен кіргізіп, артыңғы жақтан алып, бір-біріне ешқандай петлясыз біріктіреміз. Сонда бізде осындай жүрекше пайда болды. Тағы да бір жіппен тоқып көрсетейін. Қалыңырақ жіппен тоқып көрсетейін. Кольцо жасап аламыз. Ешқандай қиындық жоқ. Видео қарап тоқсаңыздар. Жоғары қарай 2 воздушный петля көтереміз. 1 және 2. Енді 3 столбик с накидом тоқимыз. Іліп алып. 1, 2,
үшеу. Енді полустолбик тоқимыз, үшеу. Бұл жерден үшеусін бірге тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу. Және бізде мынандай узор пайда болу үшін тағы да біреу с накидом тоқимыз. Біреу, екеу. Және мына жіпті тартқан кезде бізде шүрекшеміздің бір жағы пайда болды. Екінші жағын қайталап тоқимыз. Егер мен парақшам ұнап жатса, лайк, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Үш петляны воздушный накидпен тоқимыз енді. Біреу, екеу, үшеу. Жоғары қарай екі петляны көтереміз. Және мынау соңғы петляны біріктіреміз. Міне көрдіңіздер ме? Жіптің көлеміне қарай жүрекшелер әртүрлі пішінде болды. Бұны біз джемперге тоқсақ та болады. Әртүрлі сумкаға іліп қойып тоқсақ та болады. Осымен менің видеом аяқталды. Сау болыңыздар.